Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Мен Нұрбол Шыныбай. Бүгінгі біздің әңгімеміз Инстаграмда постты қалай жазу керек деген сұраққа жауап іздейтін боламыз. Пост жазу жайлы мен 4 түрлі кеңесін аламын. Ең біріншісі ол орфографиялық қатесіз. Яғни егер сіздің постыңыздың арасында тыныс белгілері дұрыс қойылмаса немесе қандай да бір әріптер түсіп қалып орфографиялық қателер болатын болса, ол адамдарға оқуға қызықсыз әрі сіздің оқырмандарыңызға сенімсіз болып көрінесіз. Екінші кеңес қысқа посттар жазу. Егер сіздің постыңыз ұзақ болатын болса, онда ол адамдарға оқуға қызықсыз болады. Және оны адамдар оқығысы келмейді. Сондықтан өзіңіздің айтар ойыңызды, өзіңіздің айтқыңыз келген әңгімені қысқаша жеткізуге тырысыңыз. Үшінші кеңес барынша шынайы болу. Сіз өзіңіздің өмірде қалай сөйлейтін болсаңыз, постта да дәл солай сөйлеуге тырысыңыз. Мысалға, егер сіз қазақ тілінде пост жазатын болсаңыз, постыңыздың арасында балкон немесе басқа да орыс тілді сөздерді қолдануға ұялатын болсаңыз, бірақ сіз өмірде дәл солай айтатын болсаңыз, онда постта да дәл солай жаза беруге болады. Сондықтан бұл тұрғыда шынайы болу қажет. Ең соңғы кеңес қызықты пост жазу, бірақ күлкілі емес. Яғни кейбір адамдар күлкілі посттар жаза алмауы мүмкін, күлкілі әңгімелер айта алмауы мүмкін. Бірақ сіз постыңызды өзіңіздің басыңыздан өткен оқиғаны, яғни сторителлингті қызықты етіп айта білуіңіз керек. Сол кезде адамдар сіздің постыңызды оқиды және сізге тіркеледі. Бүгінгі айтарым осы. Менің төменде көрсетілген Instagram парақшама тіркеліп, басқа сұрақтарыңыз сол жақта қойсаңыздар болады. Мен Нұрбол Шыныбай, нұрлы күндерде жолыққанша.